біз осындай әдемі сәукеле кейпіндегі брош, яғни тиреуіш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге әдемі моншақтар қажет болады, түстеріңізге байланысты. Және де моно жіп, мөлдір түстегі жібіміз. Соған арналған жіңішке ине. Үкі, тиреуіштің өзі, фетра қағазбен былғары артына қаптауға. Және де үшбұрыш форма осылай картон қағаздан кесіп аламыз. Ыстық желім қажет болады. Және де көркемдеу үшін бізге стразалар, яғни тастар қажет болады. Фетра мен былғарыны үшбұрыш формамызбен бірге қиып аламыз. Ең алдымен біз дизайнын құрамыз бірінші. Әрине, фетра қағазын ақ түстен алған дұрыс болады. Сол кезде моншақтарымызда, стразаларымызда біздің ерекше көрінетін болады. Осы жағдайда мен қолда қандай моншақ стразалар бар, сол бойынша жасадым. Ал мына жерде мен сіздерге бұрынғы жасаған сәндік тиреуіштерімді көрсетіп қойдым. Осындай нұсқаларда дизайнда жасауға болады. Әрине, оның барлығы моншақтарыңыз бен жаңағы әдемі тастарыңыздың сапасына байланысты болады. Міне соңында осындай нәтижеге келіп тоқтадым. Ең бірінші оларды ақырын желімдеп аламын. Әр қайсысын біріншіден желімдеп қоямын. Сосын барып моно жіппен тігіп шығамын бекітіп. Әрі қарай енді бізге осы тастарымызға бір ерекшелік беру керек. Оларды басқа да моншақтармен қоршауымыз керек. Мына моншақтар тым үлкен болғандықтан мен мына ақты қойып көрдім. Бұлай да үлкен болған сияқты болды. Сондықтан соңында сәл одан да кіші бисерге келіп тоқтадым. Осылай екі бисерден ала отыра барлық стразамды қоршап шықтым. Ортасындағы күлгін түсті ашық күлгін түспен қоршадым. Жан-жағындағы қызыл түсті стразаларды жылтырақ қызыл түсті бисермен қоршап шықтым. Енді маңдайындағы тұрған ақ стразамызды қоршау үшін мен осындай моншақты пайдаландым. Әрине бұл қолда бар үлкендеу болып тұрды. Негізі бұдан кішірегін алса әдемірек болушы еді.
және де брошқа үлкен көлем беру үшін осылай 3 ақ моншақты өткізіп, осылай қадап отырдым, яғни ол бізге көлемді болып тұрады. Ары қарай бос орындарды өзімнің фантазияма ерік беріп, әртүрлі моншақтармен толтырып, көлем беріп отырдым міне. Нәтижесі осындай болды. Егерде сіздерде бұдан да ерекше моншақтар, жылтырақтар болса, солармен істегенде броштарыңыз әдемірек көрінетін болады. Болғаннан кейін жібімізді байлап, нық бекітеміз. Бұл өте маңызды, себебі моншақтарымыздың шашылып кетпеуі тікелей соған байланысты. Ары қарай енді сәукелеміздің үкісін тұрғызуымыз керек болады. Менде осындай ақ үкі, оны айналдыра өзара әдемілеп аламыз да, шамамен өлшеп қарап аламыз. Егерде ұзындығы ойларыңыздан шықса, осылай қайтадан орап дұрыстап аламыз барлығын. Және де сол үкіні өзіне желімдейміз, оралып тұрған жерін. Және де болғаннан кейін брошымызға жағып желімді жабыстырамыз. Мінекей осындай болды. Енді үшбұрышты картон қағазымызды алып, әрбір бұрыштарын дөңгелете қиып тастаймыз. Мынау бізде белгіленіп тұрған жер, ол маңдайы деген сөз. Ең басында белгілеп алғандарыңыз дұрыс болады, шатасып кетпес үшін. Осылай жабыстырамыз. Желімді бос орындарға жағамыз. Сол кезде біздің артқы жағы түзеу болу үшін, беті түзеу болу үшін. Мінекей. Енді ары қарай біз түйреуішімізді жабыстыруымыз керек болады. Ыстық желіммен әр жерден желімдеп алып, тесік жерлеріне желімді жіберіп алмай, желімдеп қоямыз. Бұл тесік жерлермен қазір біз тағы да ноны жіппен бекітіп тігеміз. Тігіп болған соң, жібімізді бекітіп қиып тастап, артына былғардан үшбұрыш қиып алған болатынбыз бағана. Соның да бұрыштарын қиып тастап, осылай қаптаймыз. Ең бірінші броштың түйреуішінің тұрған жерін осылай ойша қарап аламыз де белгілеп аламыз. Сол жерді осылай кішкене ғана қайшының ұшымен қиып шығамыз. Тесік болса жеткені. Міне осылай былғарымызды кішкене соза отыра, тығыздандыра кигіземіз. Және де барлық ашық бөліктерін желіммен желімдеп тастаймыз. Бұл былғардан үшбұрышымызды сәл артығырақ алу керек, өйткені біз шет жақтарын қайырып тіккен кезде жанына жабылуы қажет болады. Міне енді жаңғы бөліктерін әсемдейміз. Осылай алдыңғы жағынан өткізіп, артқы жағына өткізіп аламыз жіпті. Және де бір моншағымызды алып, қайтадан алдыңғы жағына қарай келіп, артқы жағына өткіземіз. Міне. Сол уақытта біздің моншағымыз былғарыны өзімен бірге алып кетіп, екі ортаны жауып тастауы керек өзінің формасымен. Дәл солай жалғастыра береміз.
Мінекей екі жағын тігіп болдық. Енді оларды бір қатар тізу үшін әдемілеп қайтадан инемен өтіп шығамыз жібімізбен. Иненің жеткен жеріне дейін осылай өтіп аламыз да қайтадан тағы жалғастыра береміз әрі қарай. Мінекей осылай тартып қоямыз. Сонда бір қатарға дізіліп моншақтарымыз орналаса қалады. Мінекей нәтижесі осындай болды. Енді астыңғы бөліктеріне біздің салпыншақтарымызды жасауымыз қажет болады. Оның да дизайнын фантазияңызға байланысты қарайсыз. Менде мысалға бірінші нұсқа осындай болса, екінші нұсқада мен ақ моншақтарды алып тастап, орнына күлгін түсті моншақтарды қойдым. Ортаңғы бөлігі бір моншаққа артық болады. Шамамен осындай болып тігуіміз керек. Енді міне инеміздің бос күйінде алды жағына өткіп аламыз. Және де моншақтарымызды ретімен өткіземіз. Бағанағы қойып қойған тізім бойынша. Және де соңына кішкентай моншақ өткізуіміз міндетті болады. Ол бекітуімізге қажет болады. Ол моншақты кейін қарай өтетін кезде тастап кетіп, қалған моншақтардан екінші рет өтеміз де, енді артқы жағынан шығуымыз керек болады. Міне осылай. Ақырын тартамыз. Мінекей сол кезде бекітіліп тұра қалды біздің салпыншағымыз. Қалғандарын да дәл солай жасаймыз. Бірақ оларды жасамас бұрын біз бірінші жаңағы ақ моншағымызды өткізіп аламыз араларына. Мінекей осылай ары қарай жалғастырамыз. Бағанағы әдіспен бекітіп отырамыз жауып. Және дәл ортасына келген кезде ортаңғы салпыншағымызды саламыз. Одан кейін шет жағына келген кезде шеткі салпыншағымызды салып шығамыз. Болған соң жібіміздің қалғанын жақсылап байлап бекітеміз. Мінекей бізде осындай әдемі сәнді тереуіш пайда болды, сәукеле кейпіндегі. Бұл сәнді тереуіштерді кішкентай бүлдіршіндерге тіл көз өтпесіндегі мақсатта төсіне, бас киіміне қадап қоюға болады, әр түрлі өлшемдермен жасап. Және де жаңа түскен келіндерде өзінің кәжекейіне қадап, тіл көз өтпесіндегі мағынада тағып жүруіне болады. Бұл менің сапарда жүргендегі жасаған сәнді тереуішім, яғни қолда қандай моншақтар, әшекейлер бар, солардан жасауға тырыстым. Негізі осының алдында мен осындай нұсқадағы сәнді тереуіштерді жасадым. Сіздер өздеріңізге осы дизайндарды алып қарасаңыздар болады. Сіздермен болған Айсұлу. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, маған жазылып қойыңыздар. Каналдан жаңадан видеолар күтіңіздер.